Баршаңызға сәлем, мен Айзада Тұңғышбаева. Бүгін сіздерге капюшонның бүтін пішімін көрсетемін. Ол үшін дайын лекалымызды алып, сол арқылы қазір сіздерге капюшонды қалай пішетінін көрсетемін. Дайын лекалды көру үшін сіздер осы YouTube каналының ішінде мен салып қойғамын. Алдыңғы бөлігі, артқы бөлігін, қолын, юбкаларды, тағы басқаларын қалай пішу, қалай лекалды дайындауын үйретіп қойғамын. Сол яқа кіріп, үйреніп алыңыздар. Енді мұқият мен капюшонымды қарап отырсаңыздар, өте жеңіл, оңай, өте тез тігіледі, қиын еш нәрсесі жоқ. Адамның істегенін адам істейді деп ойлаймын. Сіздер де соған қарап отырып, бала шағаңызға, өздеріңізге, даже көйлектерге де сол капюшонды тігуге болады. Ұнаса лайк басып, подписаться етіп, колокольчикті бассаңыз, келесі түсірілімде мен сізге хабарлап отырамын. Инстаграмға да тіркелуді ұмытып кетпеңіздер. Біз бүгін бүтін капюшон пішіп үйренеміз. Мынау киімнің основаның өзіне бүтін салынады. Бұрын біз бүйтіп кесіп капюшонды бөлек салатын едік. Ол үшін біз осындай түп нұсқаны алып аламыз. Түп нұсқа біздің YouTube каналында бар. Сояқтан қарап, үйреніп алсаңыздар болады YouTube каналының ішіне кіріп. Енді мен осы түп нұсқа арқылы сіздерге капюшонды қалай пішуін көрсеткім келеді. Бұл капюшон, міне осы сызықпен түзу сызып аламыз мерге шейін. Осы жерден, мына жерден 2 см алға қарай жылжытып, бұны 8 см линейкамен сызып қосамыз. Бұның биіктігі бізде 32 см болады. Мінекей 32 см мына жерден мерге шейін. Арқасы да солай 32 см болады. Енді мойын жағын қарасаңыз, міне мойны 8 см-ден келді. Мынағына да ошыны бөліп саламыз. Сөйтіп бұны былай сызып аламыз. Қазір мен бұны мына түп нұсқа арқылы көрсетемін. Мына былай түп нұсқаны қойсаңыздар, мына жерге тура келеді мойны. Осылай сызып аламыз, сөйтеміз да, мына 4 бұрыш болған кезде, мына жерден 7-8 см өзіңіздеріңізге лайықтап жұмырлап аласыз бас жағын. Мінекей осылай бүтін біздің неміз чертежіміз шықты. Бұны даже сіздер бұлай қарай жұмырғып алсаңыз да болады, не жерін думалақтап. Мына жерге шейін замок салуға да болады. Бұның негізі алдына бұлай замок салынады. Егер ұнаса лайк басып, подписаться етіп, колокольчикті бассаңыздар, мен сіздерге жиі-жиі көрініп тұрамын. Комментарияға жазыңыздар, түсінбеген жерлеріңізді айтсаңыздар, қайта түсіндіріп көрсетіп отырамын. Бұдан да басқа көптеген осындай пішімдерін көрсетемін. YouTube каналынан кешігіп қалмай мұқият қарап отырсаңыздар, көріп отырастыр. Адамның істеген адам істейді деген, бұл жерде өте жеңіл тәсілмен үйреткем, жаңа методика манан формулада ішбәлер жоқ, әшейін сала бересіздер. Инстаграмға да тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Біздің Айзада шебер курсында келіп онлайнда, офлайнда оқуларыңызға болады. Біздің онлайн сабағымыз 35 000 теңге, онлайн сабағымыз 15 000 теңгеден алуға болады. Өте қарапайым түрінде жаңа тәсіл, жаңа методика манан үйретеміз. Не алу үшін Инстаграмға кірсеңіздер, Инстаграмда бастап ссылкасын бассаңыз, менімен тікелей шығасыз. Мен сіздерге сол жерден барлығын түсіндіріп отырамын.